Шулы қала, қайнаған тіршілік. Көліктің шаңымен бұрқыраған улы түтіні қаланың сұрқын қашырып тұрса да, арамдық пен сұмдық қылмыстар болса да, елдің бәрі осы қалада тұруға құштар. Қалада тұрса өздерін бай секілді өмір сүріп жатырмын дейтіндер тағы бар. Менің әкем өзбек, анам қазақ. Мен метиспін. Әкемнің ірі бизнесі болды. Өте дәулетті өмір сүріп жатырмыз. Ата әжем Өзбекстанда тұрады. Оларда бай әулеттен. Негізі менің анам ұятты болса айтайын, тоқал еді. Біз әкемнің Қазақстандағы отбасысы болдық. Әкемнің бәйбішесі Өзбекстанда тұрады. Менен үлкен балалары бар. Бірақ оларды көрген емеспін. Оларда мені көрген емес. Анамнан естігенім. Анам менен кейін қанша құрсақ көтерсе де түсік тастап жүрді. Мен әкеме көбірек ұқсаймын. Әкем мені ерекше жақсы көрді. Үйде болғанда көп еркелетіп, әбден ерке қылды. Сондықтан болар мінезім тік, қалағанымды алатын бір беткей, қырсық қыз болып бойжеттім. Әкем мені орыс мектебіне берген. Одан бөлек өзбек пен қазақ тілінде меңгердім. Қанша қырсық қыз болсам да, әкем үнемі білімді бол. Білімді болсаң бәріне жетесің деп тәрбиеледі. Мектепті қызыл дипломмен бітіріп, енді оқуға аяқ басқалы жатқанда біздің жанұямыз бұзылып тынды. 2 әйел алған әкем тағы 3-ші әйел алды. Анамнан біршама жас болу керек. Бірақ менімен жасты ұлы бар. Әкемді қалай қаратып алғаны белгісіз, қу түлкі секілді бұратала үйге көшіп келді. Мен оқуға кетпеймін дегеніме қарамай, әкем мені Астана қаласына оқуға апарады. Қанша жерден қарсылық көрсетсем де, әкем өз дегенін жасатпай қоймайтын. Мен анамды олармен қалдырғым келмеді. Жүрегім бірдеңені сезгендей болды, бірақ амал нешік оқуға баруға тура келді. Солай мен Астанада анам мен әкем және оның 3-ші әйелімен өгей ұлы Шымкентте тұрып жатты. Оқу мен үйдің арасында жүрдім. Анамды қатты сағындым, барып қайтсам ба деп жүретін едім. Күнделікті бір сарынды өмір өтіп жатты. Бірақ сол күні менің өмірім 180-ге өзгерді. Анам, жан анам бұл өмірден өте барды. Анасыз өмір қандай жаман еді. Анам асылып өліпті, бірақ мен сенбеймін. Оны улап немесе қинап біреу қолдан жасаған. Менің ойымша ол сол әкемнің 3-ші әйелі, одан басқа күдіктенер ешкім жоқ. Бірақ менде дәлел жоқ, солай анам себепсіз бұл дүниеден кете барды. Қатты қайғырдым, оңай болмады. Енді есімді жиып өзімді қолға алып сол 3-ші қатыннан, анама зияны тигендерден кек алуға бекіндім. Оқуымды үздік оқып бар ойымды кек алу мен жақсы білім алуға даярладым. 4 жылдық оқуымды үздік бітірген мен Еуразия университетінің деканы болдым. Шымкентке үйімді сағынып келген едім. Бірақ мұнда мені тосын сый күтіп тұрғанын білмедім. Тағы да сол 3-ші әйел әкемді дуалап ауру етті. Өз әкемді мүлде танымай қалдым. Мені құшақ жайып қарсы алудың орнына сыртқа тепті. Өз туған қызым мені үйден қуды, бұдан асқан қорлық бар ма екен? Әкем тіпті Өзбекстандағы туыстармен де арақатынасты тоқтатқан екен. Бар байлықты сол аты өшкір 3-ші әйелмен оның өгей ұлына мұра қылып өткізгенін 3-ші әйелі бетіме көрсеткенде есім ауардай күй кештім. Маған ешқандай мұра берілмеді, сонда мені еркелетіп ханшайымдай өсірген әкем қайда? Әлде бұл анамның күнәсі мекен? Кезінде анам осы бір байлық үшін әкемнің балалары болса да, отбасылы еркектің көңілдесі болып, әйелі атанды емес пе? Бірақ ешқандай байлық жинамаған артына. Ал мына мыстан нағыз алаяқ, тіпті қулығында шек жоқ. Енді менің шыдамым бітті. Нағыз кек алатын кез енді келді. Тосын сыйды енді менен күтіңдер, мен сендерге енді көрсетемін деп нық сенімді болдым. Тіпті мен өз жоспарымды құра бастадым. Жоспардың біріншісі ол өгей ұлға ғашық болу, оны өзіме қаратып тұрмысқа шығып бар байлықты өзіме қайтару еді. Сезімімді білдіріп одан айырылмай жүрдім. Ол да кет әрі емес болды. Ақыры дегенде жоспарым іске асып оған тұрмысқа шықтым. Анасы аса жақтыра қоймады. Бірақ байлықты көтере алмаған өгей ұлы наша, наркотик қолданатынын білдім. Тіпті оны мағанда қолдануға мәжбүрледі. Қинап екпей егіп қалауынша зорлап қинайтын еді. Өмірім мен ойлағаннан бетер жаман жаққа өзгерді. Кек алам деп барып едім, бәрі бекер болды, өз-өзіме тұзақ құрғандай болдым.
Қайран кездер-ай, әкем анам үшеуміз бір дастархан басында отырған кездерді сағындым. Студент болып жүрген кездегі жігітімді сағындым. Махаббатымыз бөлек еді, бір-бірімізге деген көз қарасымыз ерекше болатын. Амирді қанша жақсы көрсем де, ішімдегі ыза кек мені одан айырылыстырып, ақыр осы дәрежеге жеткізді. Өгей ұл, яғни күйеу, нашаға қатты берілді. Мен бәрінен шаршадым, мықты болудан шаршадым. Нашаға мені де тәуелді етті, қинап екпе егіп өз қалауына жету үшін бәріне барды нашақор күйеуім. Есімді жиып жұмысыма берілуді ұйғардым. Жұмысыма сыйлы әріптес болатымын. Өйткені бар ынтамен жұмыс жасап, әрдайым көзге түсетін едім. Бірі жақтыра қараса, бірі жақтырмайтын. Оқуды жетік меңгерген студенттерді жұмысқа қабылдайтын болдым. Бізге білікті мамандар өте қажет болатын. Сол себепті көзге түскен алғыр студенттерді бірден жұмысқа қабылдайтын болдым. Күйеуім қинап екпе егуін тоқтатпады. Ақыр соңы менде есірткіге тәуелді болдым. Ақшадан тарығып тіпті жаман жолға түстім. Пара, яғни мен студенттерден қомақты қаржы алып, оларды жұмыспен қамтамасыз етеміз деп уәдені үйіп төгіп беретінді шығардым. Олар маған құдайдай сенетін, кім сенбесін, универге сыйлы білікті маман болғасын. Бірақ соңында мен оларды алдауға көштім. 500 мыңнан аса жұмысқа тұрғызамын деп ақша пара алып қаншама студентті алдап кеттім. Қашанғы бұлай жалғаса беретін, бұл алдап пара алудың да соңы бар еді. Алданып опық жеген студенттердің аға туыстары маған зәбір көрсетіп ақшаны қайтаруын талап етіп қоқаң-лоқы көрсететінді шығарды, тіптен ұрып та кететін. Ұрмай қайтсын, маңдай термен тапқан ақшаны айдалада біреу алдап алып отырса. Жұмыста да абыройым айрандай төгілді. Сол бір бәлекетке құмартып ақшаның соңынан кеттім. Жұмыстан да қуылдым, ешкімге керексіз зат секілді көшеде қалдым. Үйге барсам, сол баяғы нашақор күйеу одан қалды ауру, әке менің үйден кетуден басқа амал болмады. Өйткені ақшаларын аламай зәбір көріп жүргендердің туыстары маған күн бермейтін. Өмірім нағыз тозаққа айналды. Жолда кетіп бара жатып белгісіз бір ер адам бетіме кислота шашып бетімді адам көргісіз етіп күйдіріп кетті. Түрім ұсқынсыз болып шыға келді. Ұзақ уақыт өзіме келу қиын болды. Балалар үйінде еден жуушы болып жұмыс жасадым. Ол жақта да күн көруім қиын еді. Қаншама сөздер, жеку, жиіркену секілді қылықтар жасайтын бастықтар. Енді осы жолы нақты олардан кек алам деп шешім қабылдадым. Алдыңғыдай өзім тағы да қақпанға түспеуге тырыстым. Бәрін тиянақты жасадым. Ақшамды жинап, үлкен арманымды орындау үшін ақшаның белін бұзбай тура солай жинап жүрдім. Сол күні ескіртімді қабылдап, енді менің өмірім жарқын болады. Мен оларға бұл өмірден азапталып өткенін қаладым және соны жасадым. Қалай десеңіздер, туған әкемді, оның 3-ші әйелін және аты өшкір мені зорлаған өгей ұлды бәрін бірге үйімен қоса тірідей өртеп жібердім. Бірақ бұл үшін өзім қатты азап шегіп, түнімен олардың қинала айқайлағаны құлағымнан кетпей шошып оянып жылап аламын. Көп ұзамай өз еркіммен түрмеге отырдым. Тек 18 жыл өткенде ғана бостандыққа шығып жаным тазарғандай. Ақшаға жолағым келмейді. Ақшаның көз жасы өмірімнің күл талқанын шығарды.